Саламатсыңдар ма, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымызды мен айтпаймын. Себебі бірінші не істеуіміз керек? Көңіл күйді көтеріп алуымыз керек. Көңіл күй көтерілген кезде ғана мен сабақты айтатын боламын. Бүгінгі тақырыпты сол кезде айтамын. Кәне, көңіл күйлеріңді көтердіңдер ма? Деп сабақ айтпаймыз. Бірінші көңіл күйімізді ең жоғарғы дәрежеге жеткіземіз. Содан кейін барып сабақты бастаймыз. Ал кеттік. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дифференциалды алгоритм. Алдында да өткен болатынбыз, интегралды алгоритм. Сол кезде алгоритм деген не деген сұрақ туындады ма? Или алгоритм деген не дегенді Google-дан іздеп көрдіңдер ма? Олай болса, қазір алгоритм. Google-ға терек, алгоритм деген не деп? Мына алгоритм деп жазылады. Ағылшынша алгоритм Әл-Харазмидің атынан шыққан, бастапқы берілген мәліметтермен бір мәнде анықталатын, нәтиже алу үшін қай амалды немесе жұмысты қандай ретпен орындау қажеттігін белгілейтін, есептерді, мәселелерді шешу, жобалау, ғылыми зерттеу жұмысын жүргізу және тәсілдерінің дәл сипаттамасы дейді. Мысалы, жалпы алгоритм деп алдын ала не істеу керек екені дәл көрсетілген есептеу процесін жүргізіледі. Ары қарай алгоритм ұғымы қаяқтан шыққан, сонымен түсінікті, дәл көрсетілген жол. Осы жолмен жүрсең, яғни нәтижеге шығасың, жетесің деген нәрсе. Сондықтан біз қазір мәтінді түсініп сапалы оқудың нұсқаулығын беріп тұрмын. Алгоритм, дифференциалды алгоритм деп ғалымдардың өзі осы мәтін талдауда шығарған өздерінің сөздері, термині. Енді бұл жерде дифференциалды алгоритмнің негізгі мақсаты мәтінді оқығанда сапалы оқу, яғни мағынасын түсіну, барынша көп жақсылап түсінуді мәтінді. Енді бұл жерде бірінші үш неден тұрады бұл алгоритм, дифференциалды алгоритм. Біріншісі кілтті сөздер табу, екінші мағына қатар жасау, үшінші доминант, яғни түйген ойымыз. Мысалы, кез келген мәтінде барлық жазылған ақпарат маңызды болмауы мүмкін. Сондықтан соның ішінде кілтті сөздерді тауып аламыз. Яғни көп қайталанатын сөздер, немесе бір нәрсенің сынын, сапасын айтып тұрған, ашып тұрған, қайта қайталанып тұрған сөздер. Яғни сол сөздерді, жеке сөздерді бір теріп жазған кезде, сол сөздерге бір қараған кезде жалпы мәтіннің не туралы екенін түсіне алатындай сөздер. Екінші мағыналық қатар. Бізде сөйлемдер ұзақ құрама сөйлемдері, үш сөйлемнен тұратын сөздер, или бір сөйлемнің өзі ұзақ бірнеше сөздерден тұратын үлкен сөйлемдер болады. Соның ішіндегі соны қысқарту, барынша қысқарту, соның мағынасын ғана алып қалатындай 2-3 сөзден ғана тұратын қысқа сөйлемдер жасау, соны мағыналық қатар дейді. Ал үшіншісі доминант, осы мәтіннен, осы абзацта немесе түйген ойың, осы неден не түйдің, не алдың. Егер осы алгоритммен жүретін болсақ, кемінде 5-6 мәтінді осы дифференциалды алгоритм бойынша талдап көріңдер, үйреніп көріңдер. Сол кезде кез келген мәтінді оқыған кезде оның уже түсінуің арта бастайды. Ол әрине ол машықты еңбек етуді талап етеді. Сол кезде ғана нәтиже болады. Жақсы, олай болса, сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.